Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін оңтүстік телеарнасында сот және қоғам бағдарламасы. Бүгінгі тақырып Қазақстан судьялар одағының Шымкент қалалық филиалының жұмысы туралы сөз қозғаймыз. Сіздермен бірге жүргізуші Қабыл Дүйсенбей. Алдымен көрермендерді студияға келген қонақтармен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы Судьялар одағының Шымкент қалалық филиалының төрағасы Айдос Едігұлы Сұлтанов. Шымкент қалалық филиалы жанындағы кеңестің мүшесі Сержан Тоқтасынұлы Айнабеков. Қазақстан Республикасы Судьялар одағы орталық кеңесінің мүшесі Шымкент қаласының тергеу сотының төрағасы Ғалым Қамбатырұлы Мыңбатыров. Судьялар одағының жұмысы туралы сөзді бастамас бұрын алдымен бұл одақтың қашан құрылғаны жөнінде және оның мынау қалалық филиалы қашан құрылды. Сонымен қатар жалпы осы қалалық филиалдың атқарған жұмыстары туралы тоқталып өтсеңіз, Айдос Едігұлы. Сұрағыңызға рахмет. Мынау бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, жалпы Қазақстан Республикасы Судьялар одағының құрылу тарихына тоқталатын болсақ, 1996 жылдың 19 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Судьялар одағының бірінші съезі өткен. Сол кезде құрылған. Жалпы ресми тіркеуден 1997 жылы өтті. Сол уақыттан бастап барлық аймақтарда, облыс орталықтарында, яғни облыстарда Қазақстан Республикасы Судьялар одағының жергілікті филиалдары құрылған. Сол уақыттан бері бүгінгі күнге дейін көптеген іс-шаралар жүргізіліп келе жатыр. Жалпы 2020 жылдың 23 қазанында Қазақстан Республикасы Судьялар одағының 8-ші съезі болып өтті. Соған байланысты осы тақырыпты бастамас бұрын арнайы дайындалған қысқаша бейнеролигіміз бар. Соны тамашалауға ұсынамыз. Тәуелсіздік жылдары сот билігінің құқықтық негізі қаланды. Ұлт жоспарына сай отандық сот төрелігінің жаңа кезеңі басталды. 5 деңгейлі сот құрылымы 3 сатыға ауысты. Сот актілерінің сапасына қойылатын талаптар күшейді. Заманауи IT технологиялар мен сот сервистері енгізілуде. Инвестициялық сот алқасы құрылды. Сот төрелігінің 7 түйіні жобасы соттың келбеті мен судьялардың ойлау жүйесін түбегейлі өзгертті. Реформа жоғарыдан пәрмен беру арқылы іске асқан жоқ. Жобалық менеджмент негізінде оған судьялармен қатар заңгерлер қауымдастығының өкілдері де қатысты. Осы жаңғыру аясында судьяларды кәсіби бағалаудың жаңа стандарттары, тұтынушыға бағытталған сот әкімшілігі, болжамды сот практикасы, сот актілердің жаңа форматы, сот жүйесін цифрландыру, соттардың қоғаммен коммуникациясы, медиациялық рәсімдер енгізілді. Судья заң процесінің басты тұлғасы. Елбасы мен мемлекет басшысы жүктеген міндеттерді іске асыру мақсатында 30 заң жобасы әзірленді. Соның 17-сі қабылданды. 4-еуі парламентте, 9-ы мемлекеттік органдарда келісілуде. Олар судьяларды іріктеу, бағалау процесін толығымен өзгертті. Судьялардың тәуелсіздігін нығайтты. Ағымдағы жылғы шілдеде азаматтық процестік кодекске енгізілген түзетулер судьяның процестегі рөлін барынша өзгертті. Қазір мен процесте белсендімін. Бұрын мен талап арыздың шегінен шыға алмасам, қазір тараптар ұсынбаған дәлелдемелерді сұратып, олармен іс материалдарын талқылап, уәждеріне қатысты пікір білдіре алам. Мұның барлығы әрине шындыққа терең көз жеткізіп, дауды шешуге көмектеседі. Принятый парламентом административный процессуальный кодекс. Әкімшілік рәсімдік процестік кодекс азаматтардың мемлекеттің органдарымен арадағы дауларын шешудің жаңа ережесін бекітті. Мемлекеттік органның кінәлілік презумпциясы қағидаты енгізілді. Бұдан бұлай жаңа ережеге сәйкес жауапкер өз шешімдерінің заңдылығы мен негізділігін дәлелдейді. Азаматтар мен ұйымдар мемлекеттік органның шешімімен келіспеген жағдайда сотқа өтінішпен жүгіну жеткілікті. Бұл олардың тиімді қорғалуына ықпал етеді. Судья талап арыздың мәніне тәуелді емес және ол өз шешімінің орындалуын қадағалай алады. Сот шешімін орындамаса, мәжбүрлеу шарасы ретінде айыппұл тағайындайды. Решение является штраф. Кәсіби судьялар корпусы сотқа сенімді арттыру кепілі.
Заман талабына сай судьялар құқық үстемдігінің эталоны болуға мүдделі. Заңның орындалуы қоғам сенімін еленудің кепілі. Судьялардың тәуелсіздігін нығайту үшін кадрлық мәселелер жоғарғы соттан жоғары сот кеңесіне берілді. Бұл автономдық құрылым, ол сот жүйесінің құрамына кірмейді, және судьяларды іріктеу, тағайындау, жазалау және жұмыстан босату туралы шешімді алқалы түрде қабылдайды. Судьяларды іріктеу күшейтілді. Үміткерлер психологиялық және заңды білу бойынша тестілеуден өтеді. Ахуалдық тапсырмаларды шешеді, эссе жазады және сұхбаттасады. Жаңа институт, сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия құрылды. Шетелдік сарапшылар оның әдістемесін бірегей және әділ бағалау құрал деп таныды. Сот жүйесінде корпоративті келісімге орын жоқ. Соңғы 2,5 жыл ішінде түрлі бұзушылықтар үшін 28 судья лауазымынан босатылды. 25 судья қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Бұл көрсеткіш өткен 3 жылмен салыстырғанда 8 есе көп. Сот төрелігінің сапасы азаматтар сенімінің негізі. 2018 жылдан бастап соттар даусыз істер мен материалдардан арыла бастады. Халыққа медиацияның артықшылықтары түсіндірілді. Ақтау үкімдері, соның ішінде ауыр және аса ауыр қылмыстар бойынша сот актілерінің саны артты. Тергеу және прокуратура дәлел-дәйегі жоқ істерді өздері ақ қысқарта бастады. Әкімшілік істері бойынша заңға түзетулер енгізілді. Сәйкесінше оның бірқатар құрамы мемлекеттік органдарға берілді. Түнгі соттар жұмысын бастады. Олар әкімшілік істерді жедел қарауға ықпал етуде. Карантин жағдайындағы соттар жұмысы. Цифрландыру пандемия кезеңінде сот төрелігін онлайн режимге көшіруге мүмкіндік берді. Кез келген процеске қашықтан, тіпті шетелде жүріп-ақ қатысуға болады. Қазақстан сот жүйесі халықаралық рейтингтерде. Қазақстан сот төрелігі бүкіл әлемдік рейтингтердегі позицияларын жақсартуда. Құқық үстемдігі индексі бойынша көрсеткіштеріміз 2017 жылы 73-тен ағымдағы жылы 62 орынға дейін 11 сатыға көтерілді. Doing Business рейтингісінде әлемдегі 190 елдің ішінде біз алғашқы 4-түкке ендік. Халықаралық сарапшылардың бағамдауынша осы цифрлар ауқымды жұмыстың атқарылғанын айғақтайды. Біз қазір көріп тамашылаған бұл жоғарғы соттың Қазақстан судьялар одағының 8-ші съезі қарсаңында түсірген деректі фильмі болатын. Әрине, жоғарғы соттың атқарған жұмысы, оның ішінде судьялар одағының босқан қосқан үлесі әрине ауқымды. Оның бәрі неден көрініп тұр деректі фильмнен. Судьялар одағының Шымкент қалалық филиалы қандай жұмыстар атқарғаны жөнінде айтып өтсеңіз. Филиалда өзі құрам бекітілген. Кеңестің төрағасы сайланады, ішінде мүшелері бар. Жоспарға сәйкес жаңа қалалық соттың судьяларын және де сот мамандарын, басқа да жаңағы тиісті лауазымды тұлғалардың көмегін немесе солардың жаңағы араласуымен жаңағы көптеген іс-шаралар атқарып жатырмыз бүгінгі күнге. Соның бірі мынау жалпы ардагерлер судьяларға материалдық және де басқа да көмектерді көрсету. Сонымен қатар мынау көптеген мерекелік іс-шаралар бар мемлекеттік. 7 мамыр, 9 мамыр, 8 наурыз, тәуелсіздік, Конституция күні, тәуелсіздік күні көптеген мерекелер бар. Осы мерекелерде тиісті ұсыныстар, құжаттар дайындап, орталық кеңеске жолданып, жаңағы жұмысында кемшілігі жоқ, еңбек өтілі көп азаматтардың барлығына, жаңа судьяларға біз марапаттар ұсынылып отырады. Олардың барлығы арнайы іс-шара кезінде табысталады. Айдос Едігеұлы, ол енді мынау бұрына келе жатқан сөз бар. Ең жақсы адам кім деп сұраған ғой бір данышпаннан. Сол данышпан айтқан екен, ең жақсы адам ол қоғамға пайдалы адам. Мына атқарған жұмыстарыңыз бәрі қоғамға пайдалы, ардагерлерді ардақтап, соның ішінде мейлі әйелдердің мерекесі болсын, тәуелсіздік мерекесі болсын, Конституция күніне орай талай азаматтарды марапаттап жатырсыздар. Бұның барлығында қуаныштымыз. Енді осының арасында судьялардың да өзінің одағынан марапаттар бар. Осы жөнінде ғалым Қамбатырұлы, сіз бұны Қазақстан судьялар одағының орталық кеңесіне мүшесіз. Қашаннан бері мүшесіз және ол судьялар одағының қандай марапаттары бар, осыны айтып өтсеңіз. Рахмет сұрағыңызға, Тұралқабұлы. Жалпы 23 қазан 2020 жылғы Қазақстан Республикасының судьяларының 8-ші съезінде сол съезге қатысушы судьяларының делегаттардың ұсынысы негізінде
23 қазан 2020 жылғы қаулыға сәйкес осы Қазақстан Республикасының Судьялар одағының орталық кеңесіне 9 мүше сайланды. Яғни 9 мүше ғой. 9 мүше сайланды. Төрағамен қосқанда. Төрағамен қосқанда 9 мүше. Оның ішінде бұрынғы Ақтөбе облыстық сотының төрағасы Абдулла Сәкен Жүсіп Ахметұлы, қазіргі таңда ол кісі Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының судьясы, сол кісі төраға болып тағайындалды. Және қалған 8 мүшенің ішіндегісі 2 судья, яғни отставкадағы судьялар, оның біреуі жоғарғы соттың отставкадағы судьясы, екіншісі Астана қаласының отставкадағы судьясы, сонымен қатар 2 судья осы облыстық және оған теңестірілген соттардан судьялар мүше болып тағайындалды. Қалған 4-еуі аудандық және оған теңестірілген соттардың судьялары. Сонда мынау оңтүстік өңірінен өзіңіз бар екенсіз. Сол съезге мен де делегат болып қатыстым. Бұл съездің ерекшелігі бұрын тек қана судьялар ғана делегат болатын. Ал бұл жолы сот қызметкерлері де, яғни мамандар да осы Қазақстан Республикасы Судьялар одағының мүшесі болғандықтан олар да делегат болып сайланды. 4 маман осыған біз делегат болып қатыстық. Съез өте қызықты, тартымды өтті. Енді жаңағы марапат жөнінде сіз қосып жіберсеңіз. Судьялар одағының қандай марапаттары бар? Марапат жөнінде де осы қайта 12 наурыз 2021 жылы қайта ереже қабылданды. Ол жерде бұрынғы ережеге енгізілген өзгерістер атап өтіп кетсем, яғни жаңағы судьялар Қазақстан Республикасының орталық судьялар кеңесі одағынан берілетін марапаттар, яғни қазіргі таңда 5-еу. Ол алғыс хат. Ол жаңағы сот жүйесіне қоғамдық белсене қатысқан үшін. Екіншісі мақтау грамотасы. Үшіншісі құрмет. Судья Қазақстан Республикасының судьялар одағының құрметті мүшесі. Одан кейінгісі 3 би төс медалы. Құрмет грамотасы 5-еу болды ғой. Бәрекелді, жақсы. Кезінде құрмет грамотасы деп айтып қалдыңыз. 2014 жылы сол кезде Қазақстан Судьялар одағы арнайы бір Алматыда жиын өткізіп, соған Мадияр Балкен ол кезде оңтүстік қазақстан облыстық сотының алқа төрағасы болатын. Мен баспасөз қызметінің басшысы болатынмын. Екеуміз бірге барып қатыстық. Сонда құрмет грамотасын тапсырған, мен содан білемін да. Ал енді 3 би төсбелгісінің иегері, оған өздеріңіз қамқорлық көрсетіп, Айдос Едігұлы, мынау қалалық соттың үлкен залының алдында арнайы тақтаға біздің сол 3 би төсбелгісін алған ардагерлер ілулі тұр. Ішінде мынау сержант тоқтасында сіз де барсыз. Ендеше сөз сізге берейік. Сіз қалалық филиал кеңесінің мүшесі ретінде қандай жұмыс атқарасыз? Осыған тоқталып өтсеңіз. Армысыздар, құрметті Шымкент қаласы облыс тұрғындары. Мынау бүгін сіздердің алдарыңызда кішкене бір осы судьялар не жұмыс атқарады, қалай өмір сүреді, сол жөнінен кішкене бір сыр ақтарсақ па деп отырмыз. Мынау қазір Қабыл ағамыз орынды сұрақ қойып отыр. Осы судьялар, Шымкент қаласының судьялар одағының филиалының мүшесі ретінде енді мынау судьялар әділ сот төрелігін атқарумен қатар басқа да қоғамдық жұмыстарға белсене қатысуы қажет, негізі. Міндетті. Сот қоғамнан бөлек емес қой. Сот қоғамнан бөлек емес. Сондықтан мынау осы судьялар одағының мүшесі ретінде Шымкент қаласының филиалы бойынша менің негізгі міндетім бұрынғы спортшы ретінде спорт секторы міндеті жүктелді маған. Осы спорт түрлері бойынша біз Шымкент қаласының соттарының өздерінің ішінде мамандардың қатысуымен кеңсе қызметкерлері бар, хатшылар бар, судьялар бар, ардагер судьялар бар, солардың қатысуымен біршама жарыстар өткіздік. Одан кейінгі бір қуана айтқым келіп отырғаны, Түркістан облыстық сотының
командасын шақырдық біз осында қонақ ретінде бірге сайысқа түсу үшін. Ол бірнеше рет қайталанды. Одан кейін Түркістан облыстық соты Шымкент қалалық сотын шақырды. Құрама командасын. Ол құрама жолдастық кездесу ретінде. Ол құрама команданың ішінде мамандар да болды, судьялар да болды. Сөйтіп, екі жақты қарым-қатынас негізінде біршама жарыстар ұйымдастырдық. Негізі енді бұның басты себеп-салдарына келетін болсам, бұл судьяның жұмысы отырып жұмыс істейтін жұмыс. Қағазбастылық қой енді. Қағазбастылық, отырып жұмыс істейтін, сондықтан дене қимылы қажет, әрдайым адам өз-өзін шынықтырып тұру керек. Спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Әлбетте. Сондықтан бүкіл қоғамымыз осы спортпен айналысуы қажет, міндетті деп есептеймін. Сондықтан осы дене қозғалысы қимылы аз жұмыс болған екен, судьяның жұмысы отырып жұмыс істейтін болғандықтан оймен жұмыс істейсің ол жерде. Нақтырақ айтар болсам, творчестволық жұмыс. Сондықтан біраз дене қимылдар қажет, сондықтан біз осыны мықтылап қолға алдық. Осы спорт түрлері бойынша жарыстар өткізіп тұруды, сондай-ақ оқу-жаттығу жұмыстарын аптасына 2 рет осы Шымкент қаласының спорт ғимараттарында өткізіп жатырмыз, өзіміздің сот жүйесінің қызметкерлері мен бірге. Енді ауыз толтырылып айтарлықтай да жетістіктеріміз бар. Біз онда 2004 жылдың Қазақстан Республикасы судьялар одағының бастамасымен 2004 жылы судьялардың спартакиадасы өз бастауын алды. Міне содан бері үзбей өткізіліп келе жатыр. Енді мынау өкінішке орай соңғы былтыр өткізілмей қалды. Негізі осы Шымкент қаласында ұйымдастырылған болатын. Алдын ала бұл регламентке сәйкес, судьялар одағының регламентіне сәйкес осы спартакиадамыз біздің судьялардың алдын ала іріктеу турнирі болады. Одан кейін ақтық финалдық сайыс болады. Іріктеу турнирі сол Шымкент қаласының бағына бұйырған еді, алайда мына пандемияға байланысты ол қазір тоқтатылып тұр. Финалдық сайыс Түркістан қаласында өткізілуі керек еді былтыр. Алайда енді мынау өздеріңіз білесіздер, мәлім жағдайға байланысты қазір тоқтап тұр. Бірақ біз бұған қарамай әлі де өз жаттығуымызды жасап жатырмыз. Негізі Шымкент қаласы алдағы спартакиадаларда өзінің өнерін көрсетіп, жеке дараланып шығады деген ойдамыз. Ол жарыс Түркістан қаласында ма, жоқ Шымкент қаласында өту керек пе еді? Іріктеу турнирі Шымкент қаласында. Себебі әр аймақтарға бөліп тастаған, оңтүстік, шығыс, батыс деп. Бізде мынау Алматы облысы бар, Алматы қаласы бар, Жамбыл облысы бар, Шымкент қаласы бар, және Түркістан облысы қосылды. Сержан Тоқтасынұлы, әлемде әлекке салған індет шындығында да біздің көп жоспарымызды бүлдірді, енді бұзды. Дегенмен соған қарамастан Айдос Едікұлы, қалалық филиалдың жұмысы тоқтаған жоқ. Өйткені менің есімде былтыр осы бәрімізде мәртебеге бардық, сол мәртебенің мәртебесін көтеруге әрекет жасадық. Сонда өздеріңіз бір қатар біршама қаражат бөліп жұмыстар атқардыңыз, өз аузыңыздан айтып өтсеңіз. Рахмет. Жаңа өзіңіз бастағандай, жалпы енді сот және өз бағдарламамыздың аты сот және қоғам деп аталады. Қоғам мүшесі болғандықтан судьялар міндетті түрде осы елімізде болып жатқан барлық қоғамдық іс-шаралар болсын, күнделікті өмірдегі атқарылып жатқан жұмыстар болсын, соның бәріне атсалысуға міндетті. Жаңа алдында осы бойынша өзіміздің әріптестеріміз тоқталып өтті. Судьялар одағының филиалдың жұмысына келіп тоқтайтын болсақ, былтыр Қазақстан Республикасында жалпы дала парламенті болып есептелген мәртебеде біз қалалық судьялардың болашақтағы судьяларға арнаған, жастарға арналған, болашаққа арналған жолдауы капсулаға салынып, қала әкімінің қатысуымен, қалалық соттың төрағасының қатысуымен, мәслихатқа қатысуымен үлкен бір шара өткізіп, сондай ұйымдастырылған болатын. Сол жерге бір капсула қойылды, ол арнайы ол жерге жаңа мәртебеде орын дайындалды. Соған Қазақстан судьялар одағы филиалының қаражаттар бөлінді. Қазір бүгінгі күнде де мысалға туристер көп баратын жер, барғанда мақтанышпен көрсететін жерлеріміз оның барлығын Айдос Едікұлы біз сол бұқаралық ақпарат құралдары келіп қатысты, жазды, көрсетті.
Сонда енді қала әкімі өзі Мұрат Әйтенов алғысын айтты, Мұрат Дүйсенбекұлы. Жалпы мәслихатта бәрі ризашылығын білдірді. Бұл өзі енді болашақта әлі жалғасатын жұмыс. Осыған байланысты мен өзім жаңа төрағаның қолдауымен Қазақстан Республикасы Судьялар одағының төрағасына хат жаздым. Бізге енді осы шынтағында да үш бидің ізі қалған Мәртөбе, үш бидің ізі қалған Ордабасы, бәрі осы Шымкентте. Бізде Ордабасы алаңы бар, Тәуелсіздік саябағы бар. Осыған байланысты бір музей ашсақ деген. Оны риза болдым. Жаңа Сәкен Абдулла сол хатты алып, Судьялар одағының төрағасы қолдаймыз барлық жағынан деп бізге жауап берді. Оған риза болып қалдық. Кейін тағы бір хатты қала әкіміне жаздық. Қала әкімінің жаңағы мәдениет басқармасынан хат келді. Олар енді мынау қазір музейлер Түркістан облысының ол жақта ғимаратта салынып жатыр екен, әлі музей босамай жатыр екен. Солар өздеріне музей сабағаннан кейін бұлар өзінің музейлерін алып кетеді сол жаққа. Сонда сол жерден ішінен ашуға мүмкіндік бар деді. Дегенмен енді біз бұған қарамастан әйтеуір амалын тауып, мүмкін үш биге біздің елде жоқ екен. Арнайы бір музей болса, бұл жұмысты енді алдағы уақытта есіңізде болсын деп жатқаным ғой. Оған өзіңіз де қол қойдыңыз, хабарыңыз бар. Одан да бөлек бүгінгі күнге Судьялар одағымен көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Ода филиал мен спорттық шаралар болып бір бөлек. Сонымен қатар мынау ата-ананың қамқорынсыз қалған балалар бар бізде. Шымкент қаласында нөмір 4-ші Сайрам ауылында орналасқан балалар үйі бар. Ол Шымкент қаласына қарайды қазір. Шымкент қаласына қарайды. Шымкент қаласына қарайды. Сол бұрыннан өзі қамқорлық алып келген біз. Облыстық сот кезінде. Облыстық сот кезде. Қалалық сот Түркістан облысы бөлінгеннен кейін жалпы қамқорлықты мына қалалық сот алып өзіне біз жалпы жиналыс жасап Судьялар одағының конференциясында бір ауыздан барлық судьялармен жаңағы түсіністік қолдау табылып, әр 90 сайын судьялардың бір күн айлығы сол жаңағы балалар үйіндегі балаларға, яғни мынау жинақтау банкі бар, Жилстройсбербанк дейміз ғой енді. Сол банкта тұрғын үй жинақ банкі. Тұрғын үй жинақ банкі. Сол банкте 81 балаға ашылған болатын есеп шоттар. Сол есеп шоттарында 90 сайын бір күндік айлығы аударылып жатыр. Бүгінгі күнге 2019 жылы 81 балаға аударылса, 2020 жылы енді 11-ші жаңағы сыныпты бітіріп аяқтап жатырса, оқуға түсіп, ауысып әр жаққа кетіп жатыр ғой. Бүгінгі күнге 69 бала қалып отыр. 2020 жылы 69 балаға аударылды. Яғни бұл дегеніңіз 81 бала, және 2020 жылы 69 балаға міндетті түрде ертең 18 жасқа толғаннан кейін өздері тұрғын үй алуына алғашқы жарнасы дайын деп айтуға болады. Бұл жұмыс әлі де жалғасын тауып келе жатыр. Жалғасын табады деп те сенеміз. Жетім көрсең жебей жүр дейді атам қазақ. Бұл өте бір жақсы жұмыс екен. Одан басқа енді сіздер енді өте қарапайымдылық танытып тұрсыздар. Мынау кезінде Арыстағы жарылыс, кешегі Мақтааралдағы су тасқыны, ол кездерде де судьялар қарап қалған жоқ. Өзіңіз барып қайттыңыз. Bir күнде қаражатымыз бәріміз бердік. Төрағаның бастамасымен Ербол Мұқажанұлы барып, соны өзіңіз таратып, қолма-қол табыстап қайттыңыз. Енді онда қазір айтуға қарапайымдылық танытып тұрсыз. Енді оның бәрін мақтанғандай болмайық деп жатырмыз. Жалпы өздеріңіз енді өткен жылдары бірнеше жаңағы техногендік, жаңағы басқа да бізде облыстық төңірегінде проблемалар болды. Соған байланысты біз Мақтаарал ауданында бірнеше ауыл судың астында қалғанын білесіздер. Судьялар, жаңағы қаланың судьялары толығымен бір ауыздан бәрі қолдап, бір күндік айлықтарын бөліп, өзіміз комиссия құрамында Мақтаарал ауданына барып, бір ауылға толығымен біз көмек көрсетіп, жиналған қаражатты әр үйге жаңағы есеппен таратып шыққан болатынбыз. Енді оның барлығын жаңағы көпшілікке жариялап айтатын нәрсеміз. Алла разы болсын. Сөзімізді қазір кішкене біз қысқартайық, өйткені уақытымызда таяп қалған екен. Ендеше мынау жалпы енді қорытынды ретінде Айдос Едігеұлы, жаңа ғана біз 8 съезді көрдік. Енді оның қаулысы шықты. Соның қарары қалай орындалуда бір қысқаша тоқтала кетсеңіз? Мемлекет басшысымен бірнеше тапсырмалар берілді аталған съезде. Сол енді заң үстемдігін қамтамасыз ету, судьялардың тәуелсіздігін қамтамасыз ету, және де мынау сот актісін, соның ішіндегі жаңағы соған судьялардың жауапкершілігін күшейту,
Сонымен қатар мына судьяларды іріктеу мәселелері бойынша бірнеше тапсырмалар берілді. Бүгінгі күнге толығымен атқарылу барысында. Өйткені съез бен съездің арасында 2 жыл уақыт бар. Сол өзі жоспар түзілген. Бүгінгі күнге филиалмен атқарылатын жұмыс бар, орталық кеңеспен атқарылатын жұмыстар бар. Өз кезегімен барлығы орындалып келе жатыр. Съезде қойылған тапсырманың бәрін дер кезінде орындаймыз деп біз сендіре аламыз. 2013 жылы 6 съезге дайындық барысында сонда біз бір есеп дайындағанбыз. Сонда барлық тармақ тиянақты нақты орындалғанына өзім куәмін. Енді осымен біз сөзімізді қорыта келе, жалпы 6 съезде елбасы судьяларға алғысын айтып, соттың абыройы мемлекеттің абыройы деген сөз айтқан болатын. Бұл енді өте бір тағылымды, өте бір біз үшін, судьялар үшін, енді судьялар одағы үшін шынында да үлкен мәртебе. Ендеше судьялардың мәртебесі арта берсін, соттың абыройы биіктей берсін. Сонымен бірге мемлекетіміз де өзінің даму даңғылынан келе жатыр. Ары қарай өсе берейік. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі сот және қоғам бағдарламасында көріскенше қош сау болыңыздар.